райы өте керемет, достар. Ауа райы бүгін өте керемет. Қазір апрель айының ортасы, міне, көктемнің жайма шуақ күні дейді ғой, шіркін жарықтық, Сол өткендегі уәдем бойынша, достар, сіздерге ана саунадағы әсем деген көтен қызбен болған жағдайды мен сіздерге айтып берейін. Алдын уәде бермедім ғой, сіздерге кейін айтам деп. Алдын есіңізде болса, менің тұрақты тыңдармандарым біледі. Мен алдын Гүлмирамен болған итерсуді сіздерге айтып бердім. Одан кейін кеше жақында біздің юрист қыз Әмина қызбен болған итерсуді айтып беріп едім. Енді бүгін сол саунадағы болған қыз, саунадағы қыз, яғни ресми түрдегі саунадағы көтен қыз әсем деген жас қызбен болған жағдайды айтып берейін, достар, бірінші бастан. Ауа райы қазір өте керемет. Мен ауа райы керемет, күн жарқырап шығып тұрса, мен осындай әңгіме тоқып айтқым келеді, достар. Тоқып емес, енді өмірді, шынайы өмірде болған жағдайды, Сонымен бастайық, достар, алып кеттік, Сонымен сол сіздерге айтайын деген әдеттегідей сол бір-біріңіздің қотақтарыңызды сорып, қыз келіншектерге айтарым, жігіттеріңіздің, байларыңыздың қотақтарын сорыңыздар, ал еркектерге айтарым, әйелдеріңіздің амдарын, көтендерін барынша жалаңыздар, өмірдің рахаты нағыз сол, өмірдің мағынасы сол, Мен де қатынның көтенін жалаймын, жасымыз біразға келсе де, кейде сол былжыратып көтенін жалап беремін, Енді аудаңдаған нән қатын ғой, нән қатын болса да енді. Қыз кезінен неше жылдан бері қатыным ғой, шіркін, қыз кезінен алып сіккен, сол қатынымды да ұнатып, енді қыз кезіндегідей баяғыдай әдемі емес, енді аудаңдаған семіз қатын, сонша бала туған, сонда да енді көтенін бүлшіратып жалап беремін, солай айтайын деген, достар. Бір-біріңізді жалап жүріңіздер, ләззат сыйлап, Ал сонымен көп созбай, саунадағы әсем қызбен болған жағдайды айтайын сіздерге, Ол кеше жақында болды, достар, апрель айында. Сол енді айлық алғасын менің әдетім бар, кейде арасында күнде емес, ай сайын емес, арасында бір 3 айда бір рет, 4 айда бір рет бір саунаға барамын, Ақшаны жинап бір саунаға барып, саунада бір көңіліме ұнаған бір қыз болса, сонымен бір жақсылап, көтенін жалап, основной амжалау, маған амжалаған өте ұнайды, амжалап, көт жалап, қыздардың амын бұлшыратып, көтендерін бұлшыратып жалаған ұнайды, сол амжалауға барам, основной амжалап, кейін аузына беремін, сонымен основной сікпеймін ғой. Сонымен сол өткенде, мен аудан орталығында тұрамын, қалаға бардым, өзімнің көлігіммен, енді қалада Гүлмира бар ғой, мен айттым ғой сіздерге, менің тұрақты көрермендерім біледі бәрін. Гүлмира мен оған көтенін жалап беріп жүрген Гүлмира қатын, ол жасы менен үлкен, ол қалада тұрады, агентстволардың бірінде басшысы, негізгі мақсатым сол көт жалағым келіп кетті, сол енді сол Гүлмираның жұмысына барайын деп негізі барып едім. Сосын бір жаңағы сауна айтайын деген, алдыңғы сол барып жүрген өзіме ұнайтын бір сауна бар, Алдын Гүлмирамен барған сауна, ол сауна маған қалай ұнайды, ол сауна туралы айтып берсем, ол сауна удобный месте, нахождениеде орналасқан, өте удобный жер, өте кішкентай, уютный жер, Үлкен дейміз, өте бір кішкентай, ғана екі этажды кішкентай здание, бір кішкентай үй сияқты, Сосын стоянка машинамды қойып, саунаға барсам, орыс келіншек екен, администратор, соған бардым. Бір демалайын деп, жақсы деп көрсетті ол маған саунаның алдында, білем ғой, көремін ғой. Сосын бірінші, екінші этажын көрсетті, мынандай, сақаты мынандай деп, сосын мен негізгі мақсатым Гүлмираға барып, Гүлмира бос-боса заранее алдын ала саунаны заказ етейін дегенмен ғой.
бір кезде жаңағы орыс келіншек айтты, қыздар барды, егер қалесеңіз қой. Мен әуел қыз сұрамап едім, одан баяғы алдым барып жүргенде, баяғылар бір қыздар бар еді, баяғы көп жыл бұрын. Бір кезде қыз бар деген тауыл деді, жас қыздар бар деді, егер нетсеңіз демалсаңыз деді. Жақсы дедім, давай шақыршы көрейік. Бір кезде әсема деді, әсем деген қыз бүйтті, әсема кел берді, орысшалап айтты. Бір кезде ар жақтан бір әсем деген бір майысқан жас қыз келді, шіркін жарықты шаш, ана бұйра шаш өте маған сондай қыздар ұнайтын еді, негізі шашы жеңіл бұйра шашты, бойы да орташа, арық қыз, енді арық, жас қыз, енді где-то 20 мен 25-тің арасында, енді 25-тен аса қоймаған. Бір кезде әсем маған өте ұнап қалды, бір кезде кел деген. Әсем де күлді, менің көрінісім, сыртқы бейнем де өте қарапайым ғой. Бір кезде әсем екеуміз сөйлесіп, әсем бірден тіл табыстық. Әсем екеуміз, ой, ағай, келдіңіз деп. Менің іші бауырыма кіріп жатыр, әсем қыз, шіркін жарықтық, өзі бұтында бір кішкентай. Енді күн жылы ғой, айтайын деген ол кеше жақында, саунаның ішінде жылы. Бұтында бір анда джинсы шортик, әсем қыздың бұтында джинсы шортик, мен енді үстімде шарбал мен Петров ғой, ана әсем қыздың үстінде. Саунаның іші жылы болғасын, әсем қыздың үстінде бір шортик болды, джинсы. Аяғы аппақ, үстінде бір футболка, солай келді, екі қолын қалтасына салып, майысып, шашы жіберілген, иығына түседі, бұйралау, түрі өте тартымды, майысқан қыз, енді емшегі де шіркін жарықтық, орташа емшек, көтені де орташа көтен, стандарт, ағай деп келіп, қолынан ұстап, бұлай, денеме жүрек түсіме бұлай қолын басқан кезде шіркін жарықтық, бір ерекше денем дірілете қалды. Шіркін ана жас қыздың энергиясы, жас адамның энергиясы бір басқаша болады, себебі ана жас қыз ғой, бүйтіп қолын денеме басқасын. Петровтың алды ашық, ішінде бір көйлек қой, бүйтіп неткесін, қолының ыстығын сезіндім, энергиясын дірілетті. Бір мас адамдай болып қалдым, бір кезде отырдым, себебі күліп, менде жас баладай, аузыма, ыржиып, ауыз басым ыржиып, аузы құлағында дейді, осы ауыз басым ыржиып, ана қызға мәс болып қалыппын, ерекше жас баладай да, әсем қыздың еркелеткен, әсем қыз мені еркелетіп жатыр. Ағай, шаршап жүрсіз ба? Мен сізге массаж жасап берейін қазір, келіңіз. Сосын сұрадым, сондай сағаты қанша, сағаты пәлен деді, бірдеңе деді, 1 сағат пәлен, 2 сағат пәлен, 3 сағат пәлен деді, сағат қанша көп алсаңыз арзан болады деді. Сосын жақсы 2 сағат алайық дедім, 2 сағат демалайық дедім. Ойбай, жақсы ағай деді, жақсы демаласыз, шаршап жүр екенсіз деп, шіркін іші бауырыма кіріп жатыр, енді шаршап жүр екенсіз, жақсылап демалыңыз, қазір көктемге шаршап жүрсіз, өзіңіз де үлкен жігіт екенсіз деп. Енді жасым үлкен, бірақ енді өзіме қарап жүрем ғой, сәл қарным бар, қарным шамалы шыққан. Енді шашыма, түр-түсіме өзіме өте мұқият қараймын енді, бірақ енді жасым үлкен екен белгілі ғой. Әсем қыз тұла бойымды, денемді бұлай нетіп алды, сосын әсем қыздың қолын ұстап, аяғын ұстап, бұлай белін көтенін бұлай ұстадым, шіркін болды. Ойбай, ағай, асықпаңызшы деп, шіркін кәйіпке беріліп кеттім жаңа жерде сырасы. Одағым тұрып кетті, шіркін. Жоғарыға шыға беріңіз, ағай, мен қазір шығамын деді, ақшасын төлетті, сүйерді ақшасын төлетіп сырасы. Қалай төлегенімді өзінде білмей қалдым, шынын айтқанда. Әсем қыз шіркін өзінің ана несімен тұла бойымды бауырып, сиқырлап тастады. Сосын сразу екінші этажға шығып, шешініп, сол жерде екінші этаж жататын бөлме бар. Спальниге барып шешініп, тез-тез. Сосын бұтымда бір
бір сызға айтайын деген саунаға неге барғанда бір сызға мерстурси киіп барамын ғой мен. Бұтымда бір сыз мерстурси бар, бұтымда мерстурсимен бәрін шешіп тастадым. Бұтымда тек мерстурси, сонымен сірасы қотағым тұрып тұрды, ана мерстурсиге сыймай. Қотағымды былай қолыммен уқалап қысып, бірнеше этажға сірасы түстім. Содан алдым сүлгі беріп еді, сірасы сүлгіні алып, бәрі керек жабдықтарды алып, бірінші этажға түсіп, бірінші этажда душ бар, душқа түсіп алғанымда бір кезде әсем қыз да келді, қасыма ағай деп. Нетіп алған. Үстіне бір әдемі бір үлкен орамал былай жамылған. Бір кезде қарасам, жалаңаш, жалаңаш шешініп келіп тұр. Сосын мен айттым, ойбай, әсем айналайын. Маған енді бұтына стринги тұрси киген қыз ұнайды ғой. Әсема дедім, ты что, сенде не жоқ па? Стринги жоқ па тұрси дедім. Ой, бар ғой ағай, давай киіп кел дедім. Онда қарасын дедім, қара стринги. Стринги киіп келші, жақсы ойбай ағай, сіз не айтсаңыз сол. Сізге болса қазір деді бір кезде. Былай кетіп батқан кезде қарасам, ана екі белінде, мына жамбасында екі бұлкысының үстінде әдемі ана несі бар екен. Тату дейміз ғой. Әдемі ана бүйтіп қараған кезде көтені жүріп, бұлғаңдап бұл жүріп батқан кезде өте жарасымды. Шіркін одан сайын қоздырады. Бір кезде жүгіріп шығып кетті да, бір кезде қара бұтына стринги тұрси киіп келді, бір сызға мерстурсиге. Мерстурси, қара тұрси, енді көтенде кішкентай ғой, шіркін жарықтық, қара мерстурси көтеннің ішіне кіріп жарасып тұрды. Мен душта түседі, душқа түсіп, мен тұрсиім шешкем жоқ, бұтымда мерстурсимен еттім. Сол кезде бір кезде әсемде келді, бір кезде келді, қасыма тарттым, ол да ай деді. Еркелеп, сосын сөйерді қасыма тартып, душ ағып тұр ғой, душтың астына екеуміз кіріп. Енді жас қыз ғой, шіркін, жас қыздың энергиясы басқаша болады. Мен енді үлкен не болғасын. Анау жас қыз енді 50-ді қарсылаған, 50-ден плюс-минус еркек жігітпіз ғой, енді біз арлану енді жас қыз. Көптен енді жас қызды болай құшақтап көрмегесін, жас қыздың энергиясы басқаша болады деген, шіркін, ана душтың астында, шіркін, жас қызды құшақтап болды. Деді, сразу былай құшақтадым, денеме тартып құшақтап сүйіп, ана судың астында, шіркін, ана төбеңнен душ шашырап құйып тұр, ұрып тұр, керемет. Енді оның рахаты, оның ләззаты енді айтып жеткізе алмайсың, керемет қой, шіркін. Ана жас қызды құшақтап, тас қылып құшақтап алдым, белінен сөйтіп ерінен сүйдім. Менің бір әдетім, мен сүйсем, ерінен сүйсем, ұзақ сүйісіп былай сүйіп, аузынан сүйіп, тілінен тістеп, былшыратып, былш-былш еткізіп сүйем. Сүйіп, беттерін тістеп жалап, мойнынан сүйдім. Көтенін құшақтап, сосын көтенің екі бұлкысын былай қысып, былай көтеніне бармағымды тықтым, былай амына. Ойбай, ағай деп отыр, ол да менің мойныма құшақтап сүйістік екен, біраз сүйістік. Сосын сол жерде судың астында сүйісіп тұрмыз, душтың астында. Сосын бір кезде енді ол жерде енді шайтан қызы ол да опыты бар, енді жас болғанмен. Жасын айтты, неше деді, 23 жастамын дедім, солай деді. Сол жас қыз енді 25-ке келмеген. Тудың ба дедім, бір балам бар деді, бір балам бар, тудым деді. Байым жоқ, ажырасып кеткенмін дедім. Значит, туған қызды, енді жас болса да туған, яғни амынан бала шыққан. Мен ойлаймын, тумаған жасқа шығады, бірақ туған екен, жас болса да. Сосын бір кезде шейге ағай дедім, мен кола ішкім келеді деді. Енді ол енді шайтан ол жердегі ана заттарды өткізу керек қой, сосын жақсы, давай. Сразу айттым, мен давай 4-6 пиво дедім, давай баночный пиводан 6 пиво әкел, шей, кола закускасымен бәрін әкелді ол. Сол жерде былай акушкіден былай алды, акушка шығып алды ма, короче, әкелді.
сосын екеуміз сол жерде мен сразу енді мен трезвимін ғой, сразу ана пивоны ішіп алған бір кезде жеңіл кайып болайын дедім, тем более душтың астында, сөйтіп бір банк пиво сол жерде іштім. Оған ішесің ба дедім, ол сәл шамалы ішті. Енді основной енді затты өткізу керек, мен екінші банкысын тағы да іштім сол жерде. Судың астында екеуміз тұрып бір құшақтап бір қолыммен әсем қыздың белін құшақтап тұрмын, көтерін ұстап ана мерз тұрсың, былай бармақ қолымды тығып көтеріне, мына көтеріне бармағымды тығып көтерін бұлқыларын қысып, екінші қолыммен пивоны ұстап ішіп тұрмын ғой. Кейін арасында әсем қыздың аузынан ерінен сүйемін, төбемде су ағып тұр. Енді көз алдыңызға келтірдіңіз ғой, қандай визуализация жағдайды айтып бердім ғой. Енді судың астында қызды, жас қызды құшақтап пиво ішіп тұрмын. Сол тұрыста бір екі банкымды іштім, біраз әдеуір басым жеңіл кайып болды, ерекше кайып болды. Сосын қасында душтың жанында бассейн бар, кішкентай. Бір кезде бассейнге түстім өзім. Бассейннің тереңдігі енді адам, менің бойым 1,70-1,80 бар. Бассейнде су көкірекке келеді, көкірегіме келді. Бассейнде шөміп, суда орташа екен. Бір кезде бассейнде детіп, былай жүзіп шөміп неттім бассейнде енді. Сосын сол жерде үшінші банк пивоны аштым. Бассейнде пивоны ашқасын, сосын әсем қыз сол жерде пивоны ішіп отырды ғой, еркелеп майысып бассейннің шетінде. Бір кезде давай түс дедім, сөйтіп оны қолынан тартып бассейнге түсірдім. Сөйтіп шіркін жарықтық ана бассейнде тұрып құшақтап сүйіскен. Судың астында, біріншісінде душтың астында тұрып сүйіскен ерекше болса, енді бассейнде мұздайлау суда тұрып құшақтап сүйіскен ерекше болады екен. Шіркін, туф, енді өмірдің рахаты шіркін сода ғой. Бір кезде құшақтап қайта тас қылып сүйіп, бір кезде жүр жоғарыға шығайық ағай деді, майысып. Сосын сол жерде жоғары бассейннен шықтық. Сол жерде айтайын деген, сол бассейнді былай денесін шығардым да, сол жерде ана көтерін сол жерде жаладым, сол жерде амын жақсылап жалап сол жерде. Ол енді күткен жоқ еді, ол енді саунадағы желеп қыз ғой, енді саунадағы желеп қыз енді амынды жалайды деп ойламаған шығар. Мен амын жақсылап қолыммен ұмаждап, енді былай көрдім, тап-тазадым, жақсы ам, шамалы жөні бар. Көтенінде енді ондай таптар көт, енді қота кірмеген көт қой, енді белгілі, енді кішкентай бір тошқа көт. Өзі де жас қыз ғой, енді көттен сікпеген ешкім белгілі. Енді қота кірмеген көт белгілі ғой, шіркін жарықтық. Сөйтіп сол жерде амын жалап, сосын екеуміз бассейннен шығып, мен енді жеңіл мас болдым. Екінші этажға шығып, кожаный креслода отырдық, екеуміз пиво ішіп сол жерде тағы да. Ол кола мен пивоны араластырып ішті, мен де араластырып ішіп отырмын. Сол жерде оны алдыма алып отырып, құшақтап, емшегін еміп, енді екеуміз де жалаңашпыз. Енді менің пұтымда бір сызыққа мерз тұрсы ғой, оның пұтында да бір сызыққа мерз тұрсы да, екеуміз тұрсымен түстік ваннаға, шешкеміз былчыратып жүрміз. Іші жылы, оның үстіне кожаный диван, кресло кожаный ғой. Екеуміз отырдық сол жерде, оны алдыма алып отырып, ерінен сүйіп, құшақтап, көтеніне бармағымды тығып, амына ерінен сүйіп, емшектерін тістеп отырдым. Сосын алдын айтты, екі рет сағатына бір рет концерт ету. Бір сағат қалсаң бір рет концерт етеді екенсің ғой, 2 сағат қалдым ғой, мен 2 рет концерт ету керек. Сосын мен сол жерде сол диванға былай, екеуміз кожаный диванға оны былай жаныма неткізіп, отырғызып, сол жерде бір сызық мерз тұрсың, бір шетке қайырып, сол жерде былчыратып, шіркітай былчыратып амын жаладым. Әсем амы деген өте керемет, жас ам ғой, жас қыз, жас ам, жас көт. Ол да тіпті күткен жоқ, тіпті ағай деп, ағай деп қайта менің
неме көніп сол жерде кайыпке бөленіп жатыр. Ол да сосын давай өзің аласың ба десем, сосын иә деді. Сразу алдында айтып еді, алдын не сұрадым, өзің аласың ба, сорып бересің ба дегенде, конечно, әрине деді ғой. Сосын давай. Сосын аманшалап болғасын мен тұрдым былай. Ол енді диванда отырды, мен былай тұрдым. Мерістірсейімнен томпайып, қотағым томпайып тұр ғой. Ол енді шіркін. Былай мерістірсейім нетіп, қотағымды ашып былай аузына алып. Енді қотағым томпақ, орташа қотақ қоямын, анау кішкентай қыз болғасын. Аузына нормальный сиді, әрең сиді, сол кезде сорылды. Сосын мен де сүйерде прямо енді бітірейін деп өзім байқадым, мен бітірейін деп тұрмын. Сүйерде прямо. Ол былай екі қолыммен өзімнің любимый әдетім бойынша екі қолыммен оның басын ұстадым да прямо аузынан сіктім. Аузынан сігіп қылқ еткізіп, ол ай деп не ыңғырсып былай мен қолыммен мен былай етемді, ішімді, аяқтарымды ұрып жатырмын, мен тыңдамай аузынан сіктім. До конца қотағымды түбіне дейін аузына тығып, аузына бітіріп жібердім. Еш неткем жоқ, сұрағанымды айтқанымды жоқ. Енді ақшасы төленген нәрсе ғой, ақшасы төленгесін. Аузына бітіріп, қотағымда суырғаным жоқ, аузына бітіріп қарап тұрдым. Енді ол саунада қыз, ол үйренген ғой, енді қотақ сорып ауызға алып, аузына жұтып, спермамды до конца соңына дейін аққанын сезіп тұрмын, ритм. Ол енді жұтты. Енді менен көп ақпайды, шамалақты сезіп отырмын, шамалаққанын. Одан алдын соңыға кірерден алдын драшт етіп қолыммен ағызып жіберем, тезірек бітірмейін деп. Қолыммен драшт етіп өзімдікін ағызып жіберіп едім. Сол жаңағы біраз уақыт созылсын деп та, енді а то мен тез бітіріп қоямын ғой. Сосын аузына ағыздым, аузынан сігіп. Бір кезде ағай деп бір аузынан қотағымды шығырғасын бір кезде. Ағай деп аузына су ағып жатыр, енді жартысын жұта алмаған. Біраз аққан ғой деймін сол. Бір кезде төменге түсіп кетті, қазір келем ағай деп. Бір кезде төменге түсіп, былай лестница бар сол жерде. Кішкентай удобный, уютный здание, үлкен емес кішкентай. Бір кезде төменге түсіп, раковина төменде да, қол жуады. Раковинаны ашып естіліп тұр, енді аузын шайды, бет аузын сосын сразу келді. Мен айттым, сразу келді енді. Сосын сол жерде бір рет бітіргесін қотағымды өзім уқалап қайта. Уқалап болып қайтылды. Мерістірсейім шешкем жоқ, бұтымда мерістірсейім. Қайтадан мерістірсейімді киіп, сол диванда отырдым мен. Сол жерде пивоны ішіп, бір рет бітіргесін. Кола бар, коланы ішіп, бір кезде әсем қыз келді, қасыма алып отырдым. Әңгімеге тарттым, не істейсің, қаяқтансың деп. Айтты, сондай. Жасын 20-23-те деді, балам бар деді. Жігіті мақтап кетті деді, өзінің жағдайын айтты. Ол да мас болды, жеңіле. Сөйтіп енді өмір туралы сөйлесіп отырмыз. Осындай арасында осы жерде керемет ақша төлейді деді, соңында деді. Осы жерде боламын күн екі-үш еркекке дейін сұрадым. Енді қанша еркекке дейін сен нетесің десін. Қанша еркекпен болдың дедім. Айтты, өткенде 3 жігіт, 3 еркек келіп, прям тройняшка болды. Яғни 3 еркек сікті деді. Яғни представить еттім, шіркіне жап-жас күтті қызды. 3 еркектің қалай сіккені. 3 еркекке жарап жүрген қыз ғой, енді ақша үшін ғой, енді бәрі де бір жерде ақша. Жақсы төлейді деді, сол үшін деді, арасында да. Хотя, аптасына 1-2 рет келем деп тұр ғой, шынын айтып тұр, күнде келмеймін, арасында келем. Тағы 1-2 қыздар бар деді, сол жерде. WhatsApp-тың телефон нетіп отырды, оның нөмірін алдым сол жерде. Осы жерде айтып тұр, пәлен қыздар бар деді. Жоқ, қыз керек емес, өзің маған алдық дедім, өзінің нөмірін алдым. Алдағы уақыт кездесіп тұрақ дедім. Жақсы, ойбай, ағай деп отыр. Әрине, ойбай.
ағай деп менің ішім ауырға кіріп, әрине, енді оларға ақшасын төлесем болды ғой, көтендерге. Сөйтіп сол жерде мас болып қалдым шіркін, біраз мас болып, сосын жататын бөлмесіне. Былай қасында тағы бөлме бар, есігі жоқ, ашық тұр. Сол жерде сол бөлмеге кірдім, спальный диван бар. Диванға кірдім де жаттым, сосын шақырдым, давай келші деп. Келді, қасыма жатқыздым. Уже бір сағаттан өтіп еді, біраз сөйлестік, уже бір сағаттан өтіп, пиво да ол кезде бітті, сосын 6 банкі дедім бе, 6 банкі пивоны ішіппіз. Сосын тағы ол 4 банкі дедім, 4 банкі әкелді пиво, кола. Сөйтіп айтайын дегенім, сол жерде спальныйде жатып екеуміз, қасымда жатты ол. Құшақтап жатып екеуміз пиво іштік, отырып, сол коланы пивоны қасымызға қойып, құшақтап жаттым, умаштап, ермектеп. Емшек айтайын деген, емшек салбырамыз, кішкентай емшек енді. Тек мерстірсей бар бұтында болған, емшек қап жоқты, менде де тек мерстірсей. Үстіме шығарып шүйдім, екеуміз енді барынша рахаттанып жаттым, ол қызды құшақтап сөйтіп, үстіме шығарып шүйдім, жалап, бет-аузын жалап, ерін тістеп, астыма салып, умаждап шүйдім. Маған шүйіскен ұнайды, алдын айттым ғой, маған шүйіскен, еріммен шүйіскен қатты ұнайды шіркін. Сол где-то жарты сағаттай умаждап шүйіп жаттым, астыма салып, қысып, сіккеніп жоқ енді. Нетіп, емшектерін тістеп, емшегін еміп, основной аузынан сүйіп жаттым. Сосын айттым мен, давай сүйісейік деп айттым ғой, ал маған сүйіске ұнайды. Жақсы деді, сосын біраз сүйістік. Сосын давай алып соғыс позаны қылайық дедім, мен көтенің жалайсың, тағы да дедім. Сол жерде былай кетіп, айтайын дегенім қара бұтындағы мерстірсей өзіне жарасып тұр. Себебі айттым ғой, жамбасында, белінде татуировкасы бар, әдемі. Көтеніне жамбасына жарасып тұр, оның жартысын былай кішкентай мерстірсей жартысына дейін жауып, татуировканың жартысы ашық тұр да, енді көз алдарыңызға келтірдіңіз ғой, былай представить еттіңдер, қандай әдемі жарасып тұрған. Сосын былай оны жатқызып, сосын көтенің түрсейін шешкем жоқ, мерстірсейді. Мерстірсей бір жағына былай қайырып қойып, көтенің бармағымды тығып, бас бармағымды, өзімнің әдетім бойынша. Бармағымды тығып, анын жалап, мұрныммен былай атқақсып, бұрылдатып, екі бұқысының арасынан бетімді, аузымды, мұрнымды тығып, бұрылдатқан ұнайды ғой шіркін. Ерекше баған кайып береді, солай бұрылдатып, бәлшіратып жаладым. Сосын айттым, шамалды ғой, видеоға түсір оңайшы, негеден қарсы болған жоқ, бетіңді түсірмеймін дедім деп. Көтеніңді нетті жақсы деді. Сосын сөйетті телефонға былай өзімнің жалап атқанымды көтенін түсіріп алдым сол жерде. Естелік болып қалсын депті, что сен естеп жүрейін дедім, әсем қыз айналайын дедім, сен ертең сен мені ұстатасың, ұстатпайсың, менде шалды қарсы болмай айналайын дедім. Деп отыр ғой, ойбай ағай, әрине сіздің мінезіңіз маған ұнады деп, сіз жақсы жуас екенсіз деп, андай грубый емес екенсіз деп, көпшілік еркектер грубый болады деп. Сосын мен одан сайын мен еріп кеттім шіркін, жас қыз майысып ішіп ауырған көріп тұрған сол жерде. Көтенін жақсылап, анын көтенін жалап, видеоға сәл жеңіл түсірдім, сосын дәлше жаладым. Одан кейін давай сорып бер дедім жақсылап. Тұрдым, диванның жанында, ол диванға отырып, мерстірсейін былай нетіп, құтағын шығарып, мен мерстірсейін шешкем жоқ деп, құтағын шығарып былай. Аузына алып сорды, жалады жақсылап. Енді
бірінші рет бітіргесін концерт еткесін енді мен ол кезде 2 сағат қалдым ғой. Бірінші рет концерт еткесін енді уже 1 сағат өтті, 2 сағат біткен жоқ. 2 рет бітіру керек қой. Мен бірінші рет бітіргесін, екінші рет одан алдын қолыммен драйв етіп бітірдім деп айттым ғой. Екінші рет аузына бітірдім. Енді үшінші рет тағы аузына бергесін біразға созылды енді қотағым енді біраз сәл тұрды, көпке дейін тұрмады. Біраз сразу кейін тұрып аузына бергесін. Алдын сразу құшақтағанда сразу тұратын еді. Енді біздерде үлкен кісіміз ғой, енді аузына бергесін қотағымға қайт тұрды. Сосын дәлше аузына бердім. Сосын өзім сүйікті әдетім бойынша басынан екі қолыммен ұстап тұрдым да прямо аузынан қылт жүрген әсем қыздың аузынан сіктім. Аузынан сігіп деп қылт деген дауыстар шығып жатыр. Ыңқылдап ыңырсығанмен қосылды. Шіркін, маған одан сайын ерекше былай шабыт берді. Одан сайын аузынан до конца тығып сіктім. Одан кейін давай жатайықшы деп 69-бен жасайық дедім. Олды келсе кетті. Былай мен жаттым диванға, сосын оны былай ол маған былай қарама-қарсы үстіме жатты, яғни көтен менің бетіме қаратып, мен жатып алып, оның екі көтен, екі бұлқысын ашып, амын жалап жаттым шіркін. Ал бұл болса менің үстімде жатып, 69 поза деген солай ғой, ол менің үстімде жатып, мен қотағымды сорып жатты, қуысын алып. Мен сол жақсылап амын жаптағын мерістір сен бір шетке қайырып, амын былжыратып жаладым жақсылап. Кейін былай жатып, былай аузынан былай сігіп жаттым. Екі аяғымды былай көтеріп, аяғыммен былай басын қысып тұрып, былай аузына сіктім. Бір кезде бітіретін уақытым да келді. Бір кезде айтқанымда жоқ, ыңырсып шіркін, ерекше ыңырсып. Енді мен полный ол жерде кәйіптемін ғой шіркін. Оның үстіне маспын, жеңіл маспын, пивоның мастығы, оның үстіне жаңағы жас қыздың энергиясы ерекше ғой. Енді оның үстіне жатқасын, тіпті бұл дүниені ұмытып, тіпті өз аты жөнімізді де ұмытып қалдым. Ана кәйіпке ерекше беріліп, болды. Оның нағыз, оның ләззаты басқаша болады ғой. Жас қыздың энергиясы, жас қыздың буы, ол да тіпті оның ләззаты басқаша. Сол жерде кәйіпке беріліп кетіп, шіркін, мас болып, бұл дүниені ұмытып, бұл дүниенің бәрін ұмытып, бір какой-то бір мгновениенің ішінде бір өте бір керемет ләззат алдым шіркін. Сондай өмірден ләззат алу керек. Кейін бір кезде аузына бітірдім, сол жатыста аузына бітірдім. Мен оның көтін амын жалап жатып, амын бірақ жалап бердім жақсылап. Одан алдым сұрап едім, сен қандай нетесің, көбіне айтты, көбіне мен сорып берем, аузыма береді деді. Амың жалай ма дедім, жоқ жаламайды, арасында жалайды деді. Шындығын айттым, мен тек жалайын дедім. Қарсы болған жоқ қой, әрине. Мен сікпеймін дедім, мен көбіне сікпеймін, мен көбіне ам жалайым дедім, мен ам жалайым. Аузына берем дедім. Амын жалап, аузына сол жерде бітіріп, ерекше до конца алғам жоқ. Сол қотағым сұлып қалғанша аузына қотағымды алғам жоқ. Мен жаттым. Бір кезде сол жерде ыңырсып, деп бір кезде ағып кетті, сезіп жаттым. Аузына сұйықтықтар ағып жатыр қотағыма. Бір кезде ағай жуынып қайтайын, аузым шайып қайтайын деді, жақсы деп бір кезде жібердім. Бір кезде кетті. Мен сол диванда спальныйде жатырмын шіркін. Қотағымды ұстап, қотағым солып қалды. Енді кәйіпті ұстап жатырмын мен шіркін. Не деген кәйіп? Жас қыздың буы энергиясы, ол өз алдына кәйіп. Оның еще жас қыздың аузына бітірген, аузына прямо жас қыздың аузына бітірген кәйіп, ол өз алдына кәйіп қой шіркін. Ерекше. Оның үстіне жеңіл пивоның кәйіпі. Жаттым сол. Кел деп айттым мен оған.
бір кезде аузын шайып келді. Енді оның келісіп бойынша ол 2 сағат менің қасымда болу керек қой. Әлі жарты сағат бар дедім, давай қасымда жатшы дедім. Сөйтіп менің қасымда жатты. Тағы да 1 сағат боласыз ба, ағай деп жатыр. Тағы да болсаңыз. Енді ол білді ғой, көрді ғой. Менің сікпейтінімді көрді. Мен айттым, мен сікпеймін дедім. Тек аузыңа бітірейінші деді. Иә деп келісті ғой. Сосын маған айтады, давай ағай тағы 1 сағат аласыз ба, 3 сағатта жатыңыз деп. Қой құрсын дедім. Ақша емес, ақша бар ғой, бірақ шаршадым, 2 рет бітіргесін. Шаршап, оның үстіне мас болғасын, оның үстіне тағы мен за рулемін ғой, енді көп мас болуға да болмайды. Машина жүргізушімін ғой, машина айдап жүргесін. Ауылға қайту керек, біздің расстояние 70-80 километр алыста тұрамыз, енді қаладан алыста. Одан орталығында қой деп алдымда ойлап. Енді бұл енді азанғы уақыт болған жағдай ғой. Әбеттің кезінде жатырмыз. Тағы 1 сағат аласыңыз ба, ағай? Тағы 1 сағат жатыңыз, тағы 1 сағат жатайық деп. Бұл енді қолдан келгенше. Олар ақшалы ғой. Жоқ дедім, давай жарты сағат, 2 сағат жатшы, как положено. Кейін көреміз дедім. Сосын дағы жарты сағат уақыты бар еді. Жарты сағат жатты, қасында мені құшақтап жаттым. Көтенін қысып, емшегін қолыммен қысып, умаждап үстіме шығарып, сүйіп, үстіме жатқызып, ерінен сүйдім, мойнынан умаждап. Бұлай денесін сипалап шіркін, тіпті рахатқа бөленіп қалдым шіркін. Себебі жас энергия, достар, мен сіздерге айтайын деген мына жас адамның энергиясы, күші бәрібір басқаша болады. Себебі мен үлкен келіншектерді сігіп жүрмін ғой, құшақтап. Үлкен келіншектердің энергиясы лағи, жастардың энергиясы күшті болады. Жас қыздың, әсем қыз енді жас қыз ғой. Жас энергия ұрып тұрды, жас жүректің жас қаны тік кетіп ұрып тұр шіркін. Оның себебінен маған да ерекше ләззат, бір ерекше бір күшті бір не сыйлады. Кайып, ләззат бір ерекше есімде қалды шіркін. Сол әсем қызбен болған соңындағы жағдай. Сол жарты сағат құшақтап жаттым, кейін уақыт болды, кейін оны жібердім. Кейін айттым, содай кездесек дәлшіден деп жатыр, ағай, әрине. Сіз енді мені дәлшін етіп жатыр ғой, енді баурап. Сіз маған ұнадыңыз, сіз жақсы екенсіз деп, шіркін. Мен ол сөзді естігесін енді мен одан сайын мен еріп кеттім ғой. Сол жерде сөйтіп. Ол кетті енді 2 сағатын отработать етіп. Мен сол жерде жатып, менің де шығатын уақытым болды, мен де шықтым. Отағым сол жерде сүлгі беріп, сүлгі нетіп сыпырып, сосын төменге түстім да. Душқа қайтадан түстім, душқа түсіп, енді бұл жерде тек аузына бердім, әсем қыздың, ол жерде ешқандай күмәнданатын нәрсе жоқ, ауру жап-жас қыз. Өзі де алдын айтты, мен сіккен кезде тек резеңкемен сігет деді, көрсетті бұлай. Өзім кішкентай кашалок сияқты бірден алып жүр, ішінде 5-6 резеңкісі бар екен, мүшеғап дейміз, қотақ қап. Резеңкелері бар. Ой, керек емес қой, бұл керек емес болды ғой деді. Ал ол ойлады да, мені нетеді деп, сол үшін алып күлген екен ғой, презерватив. Сол жерде көрдім, өзі де айтты, мен резеңкемен нетеді, бұлай резеңкісіз сіктірмеймін деді. Солдай жағдай, достар, сол әсем қызбен болған ерекше. Амжалау, құтақ сору маған өте ұнады, ерекше есімде қалды. Сөйтіп сол жерде соңына да айттым ғой, өзін айтайын, маспын, жеңіл мас болдым. Сөйтіп жуынып, сол душқа түсіп, үсті басып жуып,
Бұтымда мен су болды, шешіп, бөтен су кішкентай сумка алып жүремін ғой. Ішінде құжаттар, документтер бар, сосын. Так, басқа екінші мерстірсейім бар, енді бір-екі мерстірсегерім бар ме? Бөтен құрғақ мерстірсе киіп алып, жуылып, плавойым сыпырып, шарбағымды киіп, көйлегімді киіп, киініп шыққасын. Айттым, администратор, хозяйка, орыс қызы ал, рахмет. Айналайын, рахмет деп, ол орыс қызды қайта-қайта нетіп жатыр. Ұнады ма сізге, ұнады ма? Понравилось деп, ой, рахмет дедім мен. Маған ұнап қалды сол соны. Ана орыс келіншектер өте, администратор өте қарапайым, общительный, жақсы екен. Ондай грубый емес. Көбіне сол саунаға барам сүйіп. Орыстардың саунасы ұнайды. Алдында баяғыда бөтен саунаға барып жүретін едім, қазақтардың саунасына. Енді бөтен сауналарды жаман деп жатқан жоқ, жақсы ғой, жақсы. Қазақтардың да саунасы жақсы. Ана орыс келіншектің саунасы ұнады, көбіне соған барам. Сонымен сол саунадан шықтым, шіркін, қайта туылғандай болып енді. Жас қызбен жатқасын. Біздің жасымыздағы еркек өмірге қайта келгендей болады ғой. Өмірдің барлық ләззатын алып, қайта туылғандай болып. Жеңіл мас болып, қуанып шықтым өзімше. Аузым құлағымда, арзаңдап, веселый болып шығып, сол жерде жүріп. Негізгі мақсатым Гүлмираны итеру еді, Гүлмира да есімнен шықты. Екі рет әсем қызбен болғасын. Уже әбет болды, сағат 2 болды ма, сөз 2 болды. Барында базарға барып, базар жақын сол жерде, базарға барып тамақтандым, жеңіл тамақ ішіп енді 2 рет бітіргесін күш қалмай қалды. Тамаққа тойып алып сөйтіп, енді ішкен пиво ғой, тек пиво болғасын. Енді қаланың ішінде тыныш айдап жүрсең, машинаны правиланы бұзбаса ұстамайды, ұстай бермейді ғой. Сосын тамаққа тойып, сол жерде минеральный су алып, кола алып ішіп, энергетический су алдым, горилла. Қазір бәрі жастар горилла ішеді. Горилланы алып ішіп, машинамен мініп сол. Үлкен жұмыс бітіргендей болып, ауылыма қайттым. Жолда айттым ғой, 70-80 километр расстояниеміз. Машинада әрине өзім, мен адам алғаным жоқ, таксовать етпеймін ғой, мен госорганда істегесін, мемлекеттік кәсіпорында істегесін. Организацияда мен таксовать етпеймін, машинамен тек өзім жүремін. Машинамен қайттым ауылға келгенше де 70-80 километр өзіммен ыржаңдап веселый болып, енді доволен болып. Шіркін әсем қызбен болған итерсі керемет болды ғой деп шіркін. Бір өмір есте қалатындай демалыс болды енді. Әсем қыздың энергиясы әлі есімде, міне одан бері міне. Бір ай өтті ма, бір ай өте қойған жоқ, әлі есімде, достар. Осыны сіздерге айтып беріп отырғаным, ал достар. Сол сөзімнің соңында сіздерге айтайын деген сол барынша бір-біріңіздің құттықтарыңызды сорып, амдарыңызды жалап, барынша бір-біріңізге ләззат сыйлаңыз, достар. Өмірдің мәнісі де сол. Құттық сору, амжалау. Қыз-келіншектерге айтарым, жігіттеріңіздің, байларыңыздың құттықтарын сорыңыздар. Қыздарға, келіншектерге де айтарым сол. Ал жігіттерге, еркектерге айтарым сол. Қатындарыңыздың амдарын жалаңыз, көтендерін амдарын. Менде міне қатынның амын көтін жалап берем ғой арасында шіркін. Болмаса өпілген аудаңдаған семіз қатын сонда да көтенін жақсылап, бармағымды, тілімді тығып амын. Кеңейіп кеткен ам ғой енді, сонша болады болғасын. Сонда да құтты жас қызды қыздығын маған сыйлады ғой шіркін. Қыздай алдым ғой, қыздай алған қатыным.
да шіркін арық әдемі еді жас кезінде. Қатынымды талай сігетін ем шіркін. Тоңқайтып қойып, әмірсітіп бақыртып, әзірде сол арасында тез аман жалап берем, енді айына бір рет енді. Көтін аман жақсылап былжыратып жалап берем, өзі тоқта дегенше, өзі сол арасында конфет етіп бітіріп жібереді. Солай достар, сіздерге, еркектерге айтарым, сол қатындарыңыздың амдарын жалаңыздар. Қыз келіншектерге де айтарым, сол еркектердің, байларыңыздың құдақтарын сорып беріңіздер. Менің де айтуым мүмкін, сен қатының аузына алмаймын. Қатыным аузына алады, баяғы көп уақыт болды, енді аузына онша бермеймін. Енді ал сорып бер десем сорайды ғой, өзім онша айтпаймын. Ол онша ұнатпайды, бірақ мен айтсам сорайды. Баяғыда алдымдар сорып беріп жүрді. Оны енді аузына конфет етпеймін. Сол бітіретін кезде қатынның бетіне ағызып жіберем, аузына беріп алып. Енді қазір айтпаймын, тек жалап берем, қатынымды жақсылап кейін. Сігемін жақсылап, ыңқылдатып қойып, арасында. Енді жаңа айтқаным осы ғой, көбіне саунаға жас қыздарға барамын, Сонымен осындай жағдай шіркін, құдақты уқалап мен де жатырғаным, өткен жайтты есіме алып, достар. Осындай жағдай, достар. Өмірден ләззат алыңыз, ләззат, Сонымен алысқа кетіп қалмаңыздар, алдағы уақытта тағы да көптеген итерістерді айтып беретін боламын, достар.